Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Накиева Құралай Байғожақызы, Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қожабақа ауылындағы номері 25 мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгін сіздермен талдайтынымыз PISA халықаралық зерттеуін жүргізу аясындағы оқушылардың оқу сауаттылық тапсырмалары. Мақсаты PISA зерттеуімен таныстыру, оқу сауаттылық тапсырмаларын түсініп орындау. PISA деген не? Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау бойынша халықаралық бағдарлама. PISA-ның әр тапсырмаларының форматына мәтін, жарнамалық диаграмма, кесте, карталар жатады. Жалпы функционалды сауаттылық термині деген қалай анықталады? Функционалды сауаттылық бұл адамның алған оқу мен жазу дағдыларын әлеуметтік ортада қарым-қатынас арқылы пайдалану қабілеті. Яғни, бұл сауаттылық деңгейі адамға сыртқы ортаға қарым-қатынасқа түсуге мүмкіндік береді және тез ортаға ену әрекеті, сонымен бірге осы ортада әрекет етуі болып табылады. Қарым-қатынасқа түсу әрекетінде мәтіннен алған ақпаратты алып, оны басқаларға жеткізу және олармен араласып қарым-қатынасқа ену болады. PISA халықаралық бақылау 3 жылда бір болады. Сұрақтары ашық, жабық болуы мүмкін, ал жауаптары я, жоқ, дұрыс, дұрыс емес деп жазылады. PISA-ның зерттеу аймағы оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, жаратылыстану, ғылыми сауаттылық. Сұрақтары нақты пән бойынша емес, пән төңірегінде құрастырылады, яғни логикалық сұрақтар ретінде құрастырылады. Іс-әрекеттің басты саласы оқу сауаттылығы. Оқу сауаттылығы жеке тұлғаның қоғамдық өмірге қатысып, өзінің білімі мен мүмкіндіктерін дамыту үшін мақсатқа жетуде мәтінді түсіну, қолдану, ойлану, байланыстыру қабілеті. Ал енді бүгінгі тапсырмамыз көңіл күйлеріңіз жақсы болсын, жүгірушілер деген мәтін. Лиондағы спорттық медициналық орталық 14 жыл бойы жас спортшылардың жарақаттанушылық мәселелерін зерттейді. Зерттеудің нәтижесінде жарақатты болдырмаудың ең тиімді тәсілі олардың алдын алу деп анықталған. Ал енді төмендегі мәтінге мән беріп оқиық. Мәтінмен танысып болған болсақ, тапсырмаға көз жүгіртейік. Бірінші сұрақ. Бұл мақалада автор не айтқысы келді? Нұсқалары. А нұсқасы. Көптеген аяқ киімдердің сапасы әлдеқайда жақсарды. Б нұсқасы. Егер жасыңыз 12-ден кем болса, футбол ойнамау керек. С нұсқасы. Жастар көбінесе өздерінің физикалық күйлеріне байланысты әртүрлі жарақаттардан азаптанады. Д нұсқасы. Жас спортшыларға жақсы спорт аяқ киімін кию өте маңызды. Бұл берілген тапсырма жоғарыдағы мәтіннің мазмұнынан алуымыз керек. Мәтіннен ақпарат алу арқылы бұл тапсырманың жауабын табуға болады. Енді ойланып көрейік. Дұрыс жауабы қайсы деп ойлаймыз? Яғни, Д жауабы жас спортшыларға жақсы спорт аяқ киімін кию өте маңызды. Екінші тапсырма. Мақалада жақсы спорт аяқ киімі 4 белгілерге сәйкес келу керек делінген. Қандай 4 белгілер жайлы сөз қозғалды? Бұл тапсырманың жауабы жоғарыда берілген мәтін бойынша анықталады. Бұл тапсырмаға әр оқушы әртүрлі жауап беруі мүмкін. Мысалы, бір оқушы мынадай жауаптарды ұсынуы мүмкін. Бірінші, сырттай қорғанысқа мүмкіндік туғызу. Екінші, табан, әсіресе тобық буындарын ұстап тұру. Үшінші, орнықтылық сезімін беру. Төртінші, соққыларды амортизациялау. Ал енді келесі оқушы 4 белгі ретінде мына жауаптарды ұсынуы мүмкін. Бірінші, сыртқы қорғаныс. Екінші, табанды ұстап тұру. Үшінші, жақсы орнықтылық. Төртінші, соққылардың амортизациялануы. Ал енді үшінші бір оқушы мына жауапты ұсынуы да мүмкін. Бірінші,
ол сырғанау немесе кенеттен құлағанды болдырмау керек. Екінші, ол табанды соққылардан қорғау керек. Үшінші, ол тегіс емес жолдардан және суып кетуден қорғайды. Төртінші, табан және тобық буындарын ұстап тұрады.